Әке көрген оқшонар, ана көрген томшер байқауына Аманғали Ибрагимнің әкесі Аманғалиұлы Руслан мен ұлттық бұйымымыз бесікті қатты қағаздан жасаған қолөнер туындысы ұсынылады. Төле би бабамыздың баланың бесігі кең дүниенің есігі ғой деген сөзі қазақтың бесікті қадір тұтқанының дәлеліндей. Мәдени мұрамыздың бірі бесік. Ұлттық өнеріміздің төл туындысы, салтымыздың жұрнағы, ұлттық тәрбие құралы, көшіп қонып жүрген халқымыздың ғасырлар бойғы тәжірибесінен туындаған, заман сыңынан сүрінбей өткен киелі бесіктің өзіндік ерекшелігі де, тұрмысқа бейімділігі де, бала өмірінде пайдасы да зор. Халқымыз қастерлеген бесіктің ең алдымен баланың тазалығына, аяқ қолы мен денесінің түзу болып қалыптасуына оң әсерін тигізеді. Өзінде арнайы орнатылған түбек пен шүмек баланың дәретін төсегіне, денесіне жайылдырып жібермей, таза және ұзақ ұйықтауына жағдай жасайды. Қазақ үшін бесік символикалық мәні бар бұйым. Сондықтан бесікті әзірлеу мен пайдаланудың жазылмаған заңдары бар. Мәселен, бесік жасау алдында шеберлер өткен аруақтарға және ұстаздарына сыйынып, Тәңірден жұмыстың сәтті аяқталуын тілеген. Олар бесікке пайдаланылатын ағаштарды арша түтін мен үш қайтара айналдырып аластап, тазартып алғаннан кейін ғана іске кірісетін болған. Көбінесе қазақтар бесікті қарағай, қайыңнан, тіпті талдан да иіп жасаған. Олай жасалған бесіктер әрі жеңіл, әрі берік, көшіп қонуға өте қолайлы болған. Қазақ бесігі негізі екі түрге бөлінеді. Олар жер бесік және жел бесік. Жер бесік ол жасалуы бойынша иіліп және тік жасалған бесіктер. Жел бесік жасалған материалына қарай тал бесік, қайың бесік, қарағай бесік болып бөлінеді. Бесіктің тағы бір түрі аспалы бесік. Ата-бабамыз бесікті қасиетті, құтты мүлік деп есептеген. Бесікті ұрпақтан ұрпаққа мұраға қалдырып отырған. Бір бесікті бір әулеттің бірнеше ұрпағы пайдаланған. Ол маңызы жағынан шаңырақ пен табалдырықтан кем болмаған. Бесікті кез келген жерге тастамаған, отқа жақпаған. Себебі ұрпақтың ғұмыры қысқа болады деп ырымдаған. Егер бала бөленбеген жағдайда оны биіктеу жерге қойған. Халқымыз бос бесікті тербетпеген және бетін ашық қалдырмаған. Ата-бабаларымыз нәрестені тіл көзден, кесел пәлекеттен сақтасын деп ырымдап, бесіктің басына, арқалығына үкі, тұмар, бүркіт тұяғын, боялған асық сынды заттарды таққан. Бесік қасиетті мүлік болса, осы бесікте жатқан баланың бойына берілетін алғашқы тәрбие бесік жыры. Өйткені баяу ырғақпен айтылған анасының әлдиі туғаннан баланың құлағына сіңеді. Осындай әдемі әуен мен астарында ізгі тілегі бар бесік жырын тыңдаған бала шебер болуға да, шешен болуға да ұмтылып өседі. Баланың бойына әсерлі әуен, сұлу сөзбен айтылатын ананың әлдиі, ана сүтімен қосылып сіңеді. Бір туар жазушы Мұхтар Әуезовтің «Ел болам десем бесігіңді түзе» деген сөзі ұлтжанды ұрпақтың шыр етіп дүние есігін ашқаннан көрген тәрбиесінен басталатынның айқындаса керек.